Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Қазақ технология және бизнес университетінің аға оқытушысы магистр Мұсаева Венера Сержановнамын. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз туристік кәсіпорындағы лицензиялау, лицензия түсінігі, Қазақстан Республикасының туристік қызметті лицензиялау ережесі. Туристік қызмет дегеніміз не? Туристік қызмет көрсету. Туристік саяхат кезінде және осы саяхатқа байланысты туристің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін маңызы зор қызметтер, яғни олар орналастыру, тамақтану, тасымалдау, экскурсиялау, туризм нұсқаушылары, гидтер, гид аудармашылар, осылардың көрсететін қызметтер және сапар мақсатына байланысты көрсетілетін басқа да қызметтер болып табылады. Туристік қызметті туроператорлық, турагенттік, турэкскурсиялық және туризм нұсқаушының қызмет көрсетуін жүзеге асыру құқығы үшін берілетін лицензия болып табылады. Лицензияның күші Қазақстан Республикасының барлық аумағында жүреді. Өтінуші лицензия алғаннан кейін лицензия берілген кезден бастап 7 ай ішінде көрсетілетін туристік қызметтерге сертификат алуға міндетті. Содан кейін олардың көшірмелерін лицензиатқа тапсырады. Лицензия мынандай туристік қызмет түрлерінің әрқайсысына беріледі. Туроператорлық, турагенттік, экскурсиялық, туризм нұсқаушының қызмет көрсетуі. Лицензия субъектіге немесе оның уәкілетті өкіліне сенімхат негізінде беріледі. Лицензия бір данада беріледі. Лицензия жоғалған жағдайда лицензиаттың жазбаша өтініш бойынша төлқұжат алуға құқығы бар. Бұл ретте лицензиат туристік қызметтің тиісті түрімен айналысуға құқығы үшін алым төлейді. Тұлғаның атауы заңды орналасқан жері өзгерген жағдайда, ол 1 ай ішінде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттарды қосып, лицензияны қайта рәсімдеу туралы өтініш беруге міндетті. Лицензиат тиісті жазбаша өтініш берген күннен бастап, лицензияр 10 күн ішінде лицензияны қайта рәсімдейді. Лицензия туралы заңмен белгіленген мерзімде беріледі. Лицензиардың басшысы не осыған уәкілетті адам лицензияға қол қояды және лицензиардың мөрімен куәландырылады. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 маусымындағы заңына лицензиялау туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі заңында өзге де нормативтік құқықтық келісімдерге сәйкес әзірленді және уәкілетті органның лицензиярдың туристік қызметі жүзеге асыру құқығына мемлекеттік лицензия беру тәртібін, шарттарын, есебін жүргізуін белгілейді. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы ережемен белгіленген талаптарды сақтаса, Қазақстан Республикасының жеке жаңа заңды тұлғаларына лицензия алу құқығы беріледі. Шетелдік заңды тұлғалар және олардың Қазақстан Республикасы аумағында құрылған әрі турагенттік қызметті жүзеге асырушы филиалдары мен өкілдері Қазақстан Республикасының туристік ұйымына арналған сондай шарттарымен және тәртіппен лицензиялануы тиіс. Туристік қызметті жүзеге асыру құқығы үшін берілетін лицензия болып табылады. Лицензияның күші Қазақстан Республикасының барлық аумағында жүреді. Өтінуші лицензия алғаннан кейін лицензия берілген кезден бастап 7 ай ішінде көрсетілген туристік қызметтерге сертификат алуға міндетті. Содан кейін олардың көшірмелерін лицензиярға тапсырады. Заңды тұлға өтінушінің филиалдары мен өкілдіктері құрамында лицензияланады. Филиал мен өкілдік туралы ережемен тіркеу құжаттары лицензиярға көрсетілуі тиіс. Заңды тұлға өтінуші филиал мен өкілдік ашқан жағдайда 30 күн ішінде лицензиярды хабардар етеді. Лицензия субъектіге немесе оның уәкілетті өкіліне сенімхат негізінде беріледі. Лицензия бір дана беріледі. Лицензия жоғалған жағдайда лицензиаттың жазбаша өтініш бойынша төлқұжат алуға құқығы бар. Тұлғаның аталуы заңды
орналасқан жері өзгерген жағдайда бір ай ішінде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттарды қосып, лицензияны қайта рәсімдеу туралы өтініш беруге міндетті. Лицензия туралы заңымен белгіленген мерзімге беріледі. Лицензиярдың басшысы не осыған уәкілетті адам лицензияға қол қояды және лицензиярдың нөмірімен куәландырады. Туристік қызметтің тиісті түрімен айналысу құқығына лицензия өтінушіге осы ережені үшінші бөлімінде көрсетілген біліктілік талаптарына сай келген жағдайда беріледі. Туроператорлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін мынандай құжаттар қажет. Белгіленген нысан бойынша өтініш, лицензиялық алым төленгенін растайтын құжат, жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі, кеңсеге арналған меншікті немесе жалға алынған үй-жайы бар екендігін растайтын құжат, меншікті немесе жалға алынған материалдық техникалық базасы бар екендігін растайтын құжат, не туристерді орналастыру орындары, туристік жарақтар, көлік ұсынуға арналған қажетті материалдық техникалық базасы бар ұйыммен қызметтер көрсетуге жасалған шарт. Білімі және жұмыс өтілі туралы құжаттардың көшірмелері қоса отырып, қызметкерлердің тізімі, туристік қызмет көрсету шарты бойынша азаматтық құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартының көшірмесі, туристік жолдаманың және туристік жарнамасының көшірмесі, экскурсиялық қызметке лицензия бар туристік ұйым мен шарттың көшірмесі немесе оқу орнын бітіргендігі туралы растайтын құжаттары және денсаулығының психикалық жай-күйі туралы медициналық анықтамасы бар жол басшылар, экскурсия жүргізушілер тізімі, жарнамалық ақпараттық материалдар, туристік бағыттардың тізімі, туристерге қызмет көрсету бағдарламасы, Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы заңның 17 бабының талаптарына сәйкес туристік қызмет көрсетуге арналған шарттың үлгісі, туристерге арналған келетін және баратын елі туралы ақпарат. Туризм нұсқаушысының қызмет көрсетуін жүзеге асыруға лицензия алу үшін мынандай құжаттар қажет. Белгіленген нысан бойынша өтініш, лицензиялық алым төленгенін растайтын құжат, тиісті кәсіптік дайындығын, біліктілігін және туристік бағыттар мен жүріп өту тәжірибесін растайтын құжаттар, әзірленген туристік бағыттардың карта сызбалары және сипаттамалары, денсаулығының психикалық жай-күйі туралы және медициналық анықтама. Экскурсиялық қызметті жүзеге асыруға лицензиялау үшін мынандай құжаттар қажет. Белгіленген нысан бойынша өтініш, лицензиялық алым төлегенін растайтын құжат, жарғының материалды куәландырылған көшірмесі, кеңсеге арналған меншікті немесе жалға алынған үй-жайы бар екендігін растайтын құжат, меншікті немесе жалға алынған материалдық техникалық базасы бар екендігін растайтын құжат, штаттағы немесе шарт негізінде тартылатын кәсіби даярланған адамдар оқу орнын бітіргендігі туралы растайтын құжаттары және денсаулығының психикалық жай-күйі туралы медициналық анықтамалары. Жарнамалық ақпараттық материалдар, туристік бағыттардың тізімі, туристерге қызмет көрсету бағдарламасы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.